Жазғы демалысыңызды Италия, Сардиния аралында, жер орта теңізінің жағасында өткіземіз десеңіз, онда бұл видео сізге арналған. Бәріңізге сәлем, менің атым Марина Мамакова, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен Сардиниядағы курорттардың бірінде демалысымды қалай өткізгеніммен бөліскім келеді. Сіз үшін өте қызықты болатынына сенімдімін. Дайын болсаңдар, кеттік! Сардиния аралы Италия құрамына кіреді. Онда біз Милан қаласынан Лената әуежайынан Альгеро, Сардиниядағы әуежайына 50 минутта ұшып келдік. Демалып келген курортымыздың аты Из Серенас Бадези. Осындай бөлек коттедж бөлмелерде тұрдық. Жағажайы 400 метрдей жерде орналасқан, арнайы көпір арқылы жетуге болады. Өте ыңғайлы. Жағажайы таза, суы мөлдір және тыныш, жүзу үшін өте қолайлы. Желкенді қайықпен, катамаран, екі ескекті қайықпен тегін серуендеуге рұқсат. Сондай-ақ бар орналасқан. Бассейнде жүзуді қалайтындарға комплексте 3 түрлі жүзу бассейндер бар. Дзоэспаға барып, рахаттанып, массаж алып, сондай-ақ тырнақтарыңызды әшекелегеден мүмкіндік бар. Комплекс ішінде 3 асхана бар, қонақтарға швед үстелін ұйымдастырады. Балалары бар отбасылар үшін өте тамаша орын. Комплекста кішкентай балаларға арналған бассейн бар және әртүрлі ойын алаңдары бар. Сондай-ақ балалар клубы да бар. Күн сайын балаларға арнайы программалар, концерттер өткізіледі. Спорт алаңы да орналасқан. Қажетті заттар дүкенде сатылады. Бос уақытымызда Кастельсардо деген жақын жерде тұрған қалаға жергілікті дәм тату үшін мейрамханасына барып келдік. Қажетті сілтемелерді төменде көрсетіп қоямын. Ал енді сізге бұл видео ұнаса лайк басуды және менің каналыма тіркелуге ұмытпаңыз. Бәріңізге рахмет. Чао!